Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бірінші сабақ білім күні. Бірінші тарау өзім туралы. Оқушылар, біз өлең шумағын сурет арқылы түсінеміз. Мектеп біздің анамыз. Күзге тіреп күнейек, болып қапты қыркүйек. Қырманды жұрт алыпты, дәнге батып қалыпты. Күз мезгілі келіп, қыркүйек айы болып қалыпты. Қырман дегеніміз комбайннан түскен дәнді кептіріп, құрғататын жер. Яғни күзде бидай піскен кезде адамдар қырманда жұмыс жасайды. Бірінші комбайнмен дәнді жинайды. Одан соң дәнді машинаға құяды. Сөйтіп ол дәндер арнаулы астық қоймаларға жеткізіледі. Астық қоймаларда дәнді диірменнен өткізеді. Яғни ұнтақтап ұн жасайды. Ал ұннан біз жейтін бауырсақ, тәтті бәліш, тоқаштар жасайды. Жемістер де пісіпті, жерге үзіліп түсіпті. Күзде жемістер піседі. Мысалы, алма ағашынан алмалар пісіп, піскен соң жерге үзіліп түседі. Шөп буыны қатыпты, шөмелені ел тасыпты. Күз айында шөптер қатаяды. Сол шөптерден адамдар шөмеле жасайды. Яғни шөпті престеп, үйіп, орайды. Адамдар шөпті малға береді. Межелі кез болыпты, мектеп есігі ашыпты, күн сәулесін шашыпты. Күз мезгілінің алғашқы айы қыркүйек айында жаңа оқу жылы басталады. Яғни бірінші қыркүйек білім күні. Сол межелі кезде мектеп ашылады. Межелі кез дегеніміз белгіленген уақыт дегенді білдіреді. Бірінші қыркүйек күні оқушылар мектепке барады. Мектебін аңсап сағынып, балалар келер ағылып, ашылған гүлдей арайлы көшенің бәрі қарайды. Мектеп ашылып, оқушылар мектебін сағынып келеді. Олар мектепте ұстаздарын, достарын көруге асығады. Шоқ гүл ұстаған оқушылар көшенің сәнін ашады. Адамдардың барлығы сүйсініп, тамсана қарайды. Көрдіңіздер ме оқушылар? Күз мезгілі қандай тамаша? Табиғат ана дәндерін, жемістерін береді. Тіпті 4 түлік малға дейін шөптер дайын болады. Ал сіздер жаңа оқу жылын бастайсыздар. Сіздерге жаңа оқу жылына сәттілік тілеймін. Егер сабақ ұнаса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.